Ассалаумағалейкум ағайын. Сіздермен мен Алмаз Естурганов. Бүгінгі обзорда Toyota Crown машинасы 171 кузов. Жақсы краскілермен, сосын комбинированный юбкілері, астындағы бамперлері сұр цвет, үсті ақ. Сосын нелеріне, даже мына ветровиктерінің өзі Toyota японский кәдімгі. Ручкілеріне дейін темір кәдімгі дейді. СССР-дің кезіндегі Жигулилердікі сияқты мотор, нержавейка. Мынандай өзінің бөлек несі бар, изюминкасы дейді, Краунның эмблемасы қапталында, артқы крыло. Сосын дисклеріне келетін болсақ, разноширокий дейтін. Алдының размері басқа, артының размері басқа. Артының былай қарағанда вылет дейді ғой мынаны. Вылеті, полкысының вылеті почти iPhone 13 бүйтіп қойған кезде бірдей болып тұр ғой. Базар жоқ дейсіз. Ары қарай задний фонарлары. Енді бұл машина почти соңғы поколение деп айтуға болады. Бұл машина 1999 жылдан бастап 2004 жылға дейін шыққан. Жалпы аржағын болап кететін болсақ, Crown машинасы 1989 жылы дүниеге келген. Задний фонарлары, рестайлинг Дорестікі, бұдан басқашалау болады, олар онша емес. Сосын тағы да айта кететін люкпен болады бұл машина. Ал қазіргі образец бұл машинада люк жоқ, бірақ полный фарш комплектация. Мынандай антенналары бар. Қазір бұл антеннасы көрсетеді.
іштен өтеп тұруға болады. Дәл осындай антенналар артында да бар. Артынша жүру. Мына антенналар задний R-ға салған кезде шығады. Қазір көрсетем. Сосын бұл машинада 2003 жылы японецтер лобовойға проекция салған ғой. Жақынырақ көрсеңіздер болады. Лобовойда өзінің проекцияның көрсететін ізі бар дисплейінің. Бұл машинаның енді багажды ашатын артында кнопкасы жоқ. Кнопкасы, багажды ашатын кнопка мына жерде орналасқан. Мынаны бассақ, арты ашылады. Сосын есіктегі бардачок деп айтамын екен. Осындай ыңғайлы қылып жасалған. Ішіне саласың, жауып тастайсың. Багажникке келетін болсақ, багажник жаңа кнопкамен аштық. Енді ол өзі көтермейді. Қолмен көтереміз. Багажник кең, базар жоқ. Бұл жерде сосын ионизатор дейтін зат бар. Ауа тазалайды. Мынау ішінде фильтрі бар. Бұны ашсақ. Мынандай угольный фильтр дейді ғой. Осындай фильтр бар. Бұл енді машинаға темекі шексеңіз, анау-мынау иістердің бәрін кетіріп тұратын ионизатор. Японский машиналардың көбісінде болады. Енді бұл машина мына жерінде багажникте өте ыңғайлы зат. Мына жерден ұстап, жаңбыр, қарларда қолыңыз білінбейді. Ұстайтын ручкасы бар. Мына жерден тартып жаба қоясыз. Өзі әдемі жабылады. Артына келетін болсақ, машинаның дейтін түрі дейтін раритетный машина ғой мынау дейтін. Глушактары екі жағында екі глушагы бар. Енді салонына келетін болсақ, бірінші артынан бассақ. Мыналары енді материал дейтін өте дерзкий материал мынау дейтін. Королевский диван дейді ғой осы үшін. Мынау есіктерінің өздерінің обшивкасы мынандай бархатный, ворсистый дейді бұны. Ұстаған кезде кәдімгідей кілем сияқты. Дивандары міне полный сондай. Қазір так мына жерде мынандай ұстайтын ручкасы бар, артындағы пассажирға. Ішін түсіріп. Ішінде мынандай регулируемый сиденье. Мынаны түсіріп. Мынаны артқа бассақ шалқаяды сиденька. Сол кезде 2003 жылы осындай фишкалар бар ғой. 2003 емес, 1999 жылы шыққан машина. Полный көріп тұр ғой да? Сол кездегі материалдар енді қарап көріңізші, мынау дейтін дерево, деревянный. Мына жердің өзі, ставкасының өзі. Мынау енді виноға ма, қалай, бокал анау-мынауға арналған. Материалы мынандай дерзкий кәдімгідей. Осы жағына отырады жалпы водитель жақ, мынау оң жақ болғасын, көбінесе пассажир артында отыратын бас сымақ. Бұрын Якудза айдады ма бұл машинаны, құдай білсін.
Енді бұны артындағы пассажирға деген комфорты бөлек. Сиденькалар мына жерден қозғалады. Мынандай кнопкасы бар, екі. Мынаны бассақ астын жылжытады. Сосын мынаны бассақ спинксін ары қарай көтеріп кетесің. Мына жерде қарайған орын бар. Анаяққа ешкімді отырғызбайсың, өзің отырып аласың мынаяққа. Сосын диванын шалқайтып қойып, наслаждаться етіп жатасың ғой. Сосын мынандайды мен ешқандай машинада көрген жоқпын. Короче, свет жағасың, еще мынау бүйтіп бұрылады. Анаяққа қарай жарық түсіруге болады, артқа қарай жарық түсіруге болады. Сосын айналып келіп мынаяқтан түсір. Сосын бір тағы артындағы пассажирға арналған мынандай кнопкалар бар. Мынау аудиосистеманікі. Мына жерден дискін ауыстыруға болады, өлең ауыстыруға болады, дауысын шығаруға болады, мына өшіруге болады. Және мод дейтін CD дискі, FM, TV дейтіні бар бұл жерде, мафонында. Соның бәрін өзгертеді. Ал астындағы мынау трехзонный климат контроль. Артында мынандай желбезектер бар, дефлектор дейді ғой. Осылардан кондер, пеш соғады. Сосын мына жерде тағы да шейт дейтін кнопка бар. Бұл қазір басамыз, артты нені түсіріп жүр, лобовой түсіп тұр. Мынаны басқан кезде артында шторкілер бар. Мына жерде японский жазулармен иероглиф па, қалай бірдеңе деп айтады. Мына жерде ағылшынша жазылған. Бұл түсіну үшін енді 3-4 күн айдасаң бәрін түсініп аласың мына жерден. Мына кнопка медиаға жауап береді, өлең, дискі, TV, кассета, FM, радио, AM, тоже сондай. Мынау енді климат контрольға жауап береді. Енді краундардың ең ерекше жері бар. Кондерді қосамыз, атысы қосылды. Мына жерден градусын былай өзгертуге болады. Міне дуал дейтін кнопка жанды. Мына жерде міне пассажирдің градусы бөлек, водительдің градусы бөлек. А мынаны басып жіберсек, екеуі де бірдей болып кетеді. Ең бірінші ерекшелігі басқа машиналарда бұндай вообще жоқ. Swing дейтін кнопка. Дефлекторлерін көрдіңіз ба? Өзі қозғалып тұрады. Желді мына кондердің салқынын полный кузов салонның ішіне бірдей мұздатып тұру үшін ғой. Жаңағындай көп машиналарда ыңғайсыз, негізі бәрі машинаға осындай жасау керек. Мынау дейтін өте жақсы зат. Енді дәл осындай машина өзімде де бар. Айдап жүргеніме 2 жылдай болды. Жақсы көмектеседі мынау. Мысалы басқа машиналарда бүйтіп өзіңе қаратып қоясың, ысылап кетесің. Бір жеріңе соғып тұрады, мысалы қолыңды үсіріп тастайды да, натуре. Ал мынау енді swing дейтін кнопкасы бар да, былай жүзіп тұрады іші дейтін. Постепенно салқындатып тұрады. Дерзкий зат. Мынау подогрев задний, передний. Мына жерде сосын подогрев зеркал дейтін бар. Мына жерде. Мынаны бассақ, мына задний зеркалаларын жылытады. Сосын екінші кнопка мына жерде. Айналарын жинайды, қапталындағы боковой. Так, ары қарай аудиосистемасын айтатын болсақ, бұның changer ғой, CD changer дейді. Мына жерінде орналасқан. 6 диск салуға болады. Осындай. Бұлай жабылады. Кәдімгі дизайны өте қазіргі заманның өзіне де сай ғой бұл машина дейтін. Majesta дейтін жазу. Сосын тағы да бұл машинада 2 түрлі не болады? Аудиосистема мына жерде. Портовой компьютер дейді. Қалай айтуға болады. Бұның сенсорный экран емес, простой түрде болады. Сосын мына жерінде оның
просто бардачок болады. Ал мынада DVD диск салынады. Мына мафонға мына жерге DVD диск салсаңыз, мына жерден видеоклип көрсетіп тұрады. Әдемі жасалған да мына жер дейтін. Вообще білінбейді ғой мұны. Бардачок. Осындай. Прикуриватель. Енді сушняк анау-мынау салуға ыңғайлы, жақсы. Енді рулі өте ыңғайлы рулі. Былай айтқанда дерзкий. Мынау мультируль. Мынадан өлең ауыстырамыз. Мынадан жаңағы CD, анау-мынау, FM бәрін өзгертеміз. Ал мына дауыс шығаратын ерекше орналасқан бұл машинада, артында. Дауысын мынаумен шығарамыз. Set дейтін кнопка бар, мынауда ешқандай машинада жоқ деп ойлаймын. Set дейтін кнопка, короче, өлеңді дауысын шығарып қойдыңыз, сетті басып тұрсаңыз, соны сохранить етіп алады, сол дауысты міне шиқылдат. Өлең қосасыңыз, сетті басып қалсаңыз, қандай дауысқа сохранить етіп қойдыңыз оның алдында. Сол резко сол дауысқа кетіп қалады. Мысалы 50-де тұрса, сет сохраненный 50-ге кетіп қалады, 30-да тұрса 30-ға кетіп қалады. Сосын рульдер электронный, былай қозғалады. Вылеті что-то білмеймін, ас үстіне. Сосын бұда Toyotаларда енді мынандай ешқайсында жоқ шығар, Mercedesтердікіндей. Ручник, ручной тормоз, жіберетіні мынау. Сосын мынау жаңағы антеннаның, сырттағы антеннаның кнопкасы. Даун дейтін түсіретін, ап дейтін көтеретін. Сосын ары қарай круиз контролі бар бұл машинада. Сосын кілтті ашамыз. Щиток прибор. Краун деп жанады. Main дейтін кнопка. Щиток приборды өзгертеді. Сосын бір ерекшелігі мына машинада проекция на лобовом стекле дейтін бар. Проекция өзіңіздің машинаңыздың скоростын мына жерде көрсетіп тұрады, нешемен кетіп баратсыз. In tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you expect inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you expect inside her new Balenciaga. Ал бұл машина жайында айтатын болсақ, 171-ші көзір мажаса енді. Айдаудың өзі кайф мына машина. 8 цилиндр өзінікі білдіртеді ғой. Басқан кезде жүрісі страшно. 280 60 бар. Астына шығып кетейін деп тұрған сияқты ғой. Трассада да дерзкий. Сосын мен бір затты ұмытып кеттім. Бұл машинада артында рулевой рейкс бар. Артқы аяқ подруливание задних колес дейді ғой. Артқы аяқ 223-тікіндей өтіп қатты бұрылмайды енді. Бірақ көмектеседі бұрылған кездерде. Повороттарда, әсіресе трассада байқалады. Өзінің бұрып көмектесіп жатқаны. Енді 2003 жылы Низат бар, соның Низат шықты сол кезде. Соның бәрі бар ғой бұл машинада. Сосын кожаный салон болады. Кейбірлері. Бірақ кожаный салонның қасында мынау барқытный велюр дейтін. Қысса тоңдатпайды, жазда терлетпейді. Дерзкий.
Алмаз Истурганов. Каналға тіркеліп, жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Қарағандарыңызға рахмет. Ары қарай өйстіп, обзор түсіріп, японский машиналардан бастаймыз енді. Бұл бірінші сериясы ғой.